Талдықорғандағы білім ордаларының бірінде шәкірттердің бәрі бірдей грантқа оқуға түсті. Бұл Алматы облысы бойынша осындай нәтижеге жеткен жалғыз лицей. Мұндай табыстың сыры неде? Тақырыпты өңірдегі тілшіміз сабақтайды. Мұхтар Арын атындағы нөмір 24 лицейдің биылғы түлектері ұстаздарымен қоштасу үшін білім шаңырағына арнайы келді. Өткен жақында олардың кейбірі Астанаға аттанса, енді бірі Алматыға, тағы біреулері Қарағандыға жол тартады. Алды оларды қызыққа толы студенттік өмірі күтіп тұр. Әлби Қазиев ұлттық бірыңғай тестілеуден 112 балл жинап грантқа ие болды. Ол сабақты өте жақсы оқумен қатар республикалық пән олимпиадаларына қатысып жүрген. Биология пәніне ықыласы ерекше жастың алдағы арманы ғалым микробиолог болу. Мамандығым биотехнология, яғни өзімнің еліме, мемлекетіме болашақта үлесім қосам. Себебі биотехнология ол болашақ мамандықтардың бірі, ол өте медицинамен тығыз байланысты. Грантқа мектеп лицейдің 27 түлегі түгелде ие болды. Шәкірттердің көпшілігі техникалық жоғары оқу орындарын таңдаған. Бұл облыстағы осындай нәтижеге жеткен жалғыз білім шаңырағы. Түлектердің бәрі жақсы білім берген мұғалімдеріне дән риза. Тағы бір қуаныштары, биыл гранттардың саны 20 мыңға жетіп, оның ішінде техникалық мамандықтарға 11 мың орынның бөлінгені. Мен ойымша осы жас түлектер өте жақсы оқып, елімізді көркейтетін азаматтардың қатарына қосылады. Биылғы жыл лицей үшін ерекше болды. Бітірушілердің бәрі бірдей грантқа түсіп, бір қуантса, 5 оқушы алтын белгіге лайық екендіктерін дәлелдеді. 8 оқушы үздік аттестатқа қол жеткізді. Ал лицей шәкірттері республикалық пән олимпиадаларына қатысып, 8 медальді қанжығаға байлады. 2018 жылы облыстық деңгейде үздік олимпиада команда деген номинацияға ие болдық. 33 баламыз сол олимпиадаға атсалысып қатысып, 30 жаңағы бүкіл пәндерден жүлделі орын алды. Лицейде сабақ 8-ші сыныптан бастап 3 тілде қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде жүргізіледі. Кейінгі 2 жылда оқытушылар физика, химия, информатика, биология пәндерін ағылшын тілінде жүргізіп, мүмкіндіктерінің мол екендіктерін аңғартқан. Лицей ұжымының алдағы мақсаты шәкірттерге сапалы білім саналы тәрбие беріп, жаңа оқу жылында да жоғары табыстарға жету. Тілеуғабыл Мыңжасар Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан.